大家好，我是国际哈中语言学院的汉语教授法丽扎。同学们，今天我们一起来学习三个结构组词的用法和区别。сәлеметсіздер ме? Мен халықаралық қазақ қытай тіл колледжінің қытай тілі пәнінің оқытушысы Құрақ Фариза. Бүгінгі сабағымызда біздер үш түрлі ның грамматикалық ережесі мен айырмашылығын үйренетін боламыз. 教学目标知道怎么样的什么，怎么样的干什么，干的怎么样，三种固定搭配，掌握的区别与练习。教学中间知道的区别，在实际情境中正确运用的。同学们，我们都知道用对的是非常重要的。Қытай тілін енді бастап үйреніп жатқан оқушылар үшін осы үш түрлі ның грамматикалық ережесі мен айырмашылығын білу өте маңызды болып келеді. Сондықтан бүгінгі біздің сабағымызда бұл үш түрлі ның грамматикалық ережелері мен айырмашылықтарын толықтай меңгеретін боламыз. 下面我们就来学习它们的正确用法。第一个是白少的，我们一般用在名词前，表示它前面的词或词组是定语。Зат есімнің алдында қолданылады, алдында тұрған сөз немесе сөз тіркесінің анықтауыш екендігін білдіреді. Грамматикалық құрылымы. 名词或代词加的 зат есім немесе есімдіктен кейін қолданылады. 比如说中国的历史，中国的历史，这里的中国就是名词。Қытайдың тарихы, бұл жердегі Қытай зат есімнен кейін бай шаудыны қолданамыз. 第二个例子，我的电脑，我的电脑，你能 компьютер。这里的我就是代词，бұл жердегі мен деген сөз есімдікті білдіреді. Есімдіктен кейін біздер міндетті түрде тәуелділік жалғауын білдіру үшін бай шаудыны қолданамыз. 第二个用法，动词或形容词加的етістік немесе сын есімнен кейін қолданылатын бай шауды。比如说洗的衣服，这里的洗就是动词，表示还没有干的动作。жуатын киім, бұл жердегі жуу,洗деген етістік әлі істелмеген әрекетті білдіріп тұр. Бұндай кезде біздер бай шаудыны қолданамыз. 幸福的生活，这里的幸福是一个形容词。幸福дегеніміз бақытты деген білдіретін сын есім, сын есімнен кейін біздер бай шаудыны қолданамыз. бақытты өмір. 第二个是涂页的，我们一般用在动词或形容词前面，表示它前面的词或词组是状语。етістік немесе сын есімнің алдында қолданылады, алдында тұрған сөз немесе сөз тіркесінің пысықтауыш екендігін білдіреді. Грамматикалық құрылымы副词加的үстеуден кейін қолданылады. 比如说他很快地跑到了他的家，ол үйіне тез жүгіріп жетіп алды。这里的快就是副词，表示怎么样的跑到了他的家，他很快地跑到了他的家，ол үйіне қалай жүгіріп жетіп алды, ол үйіне тез жүгіріп жетіп алды. етістіктің қалай болғандығын білдіретін болсақ, бұл жерде үстеуден кейін ту едіні қолданамыз. 第二个用法，双音节形容词加的екінші бір грамматикалық құрылымы бұл екі буымды сын есім қосылған ту еді. 我们从图片上可以看到，这个人他在去上班的路上，怎么样的去上班？我们就可以回答，他每天都高高兴兴的去上班。ол күн сайын жұмысқа қуана барады. 他每天都怎么样的去上班？ол күн сайын жұмысқа қалай барады? қуана барады. 高高兴兴екі буынды сын есім болып табылады. Одан кейін етістіктің қалай болғандығын білдіретін болсақ, біздер ту едіні қолданамыз. 第三个是双人旁的的，用在动词或形容词后连接表示程度或状态的补语。етістік немесе сын есімнен кейін қолданылады, іс-әрекеттің дәрежесін немесе белгілі бір жағдайын көрсетеді.
грамматикалық құрылымы 动词或形容词加的 етістік немесе снесімен кейін қолданылады. 比如说她女儿长得非常漂亮。这里的长就是动词，非常漂亮是一个程度的用语。оның қызы өте әдемі болып өсіпті. бұл жердегі жаң етістік. бұл етістіктің қандай дәрежеде болған, яғни қандай дәрежеде өскенін көрсетіп тұр. 非常漂亮өте әдемі болып өскен. белгілі бір етістіктің қаншалықты дәрежеде көрсеткенін білдіру үшін біздер 双人旁的 的 қолданамыз. 我们来看第二个例子。大卫说汉语说得很好。David қытайша өте жақсы сөйлейді. 这里的说就是动词，很好就是程度的一个补语。бұл жерде бірінші мысалмен өте ұқсас. 说деген етістіктің қалай дәрежеде болғанын көрсету үшін 很好өте жақсы. David қытайша қалай сөйлейді? Өте жақсы сөйлейді. Яғни қандай дәрежеде сөйлейді. Соны көрсету үшін біздер 双人旁的 的 қосамыз. 我们来看看下个用法。动词加的用在动词之后表示可能。етістіктен кейін қолданылатын 双人旁的 的 мүмкіншілікті білдіреді. 比如说我认识路做的会去。мен жолды танимын, қайтып бара аламын. 你坐在后面听得清楚老师讲的话吗? сен артта отырсың, мұғалімнің айтқан сөзін анық естіп отырсың ба? бұл жерде мүмкіншілікті білдіріп тұр, істей алуды білдіреді. яғни етістіктен кейін 双人旁的 қоямыз. 那我们来做一些练习题。我们看一下今天的语法对同学们有没有帮助呢? бүгінгі өткен да үш түрлі грамматика ережесін естерінде қалды ма, соны білу үшін біздер жаттығу жұмысын жасаймыз. 首先第一道题，漂亮的衣服。漂亮的衣服。这里我们要用什么呢？对，没错，这里要用白少的。为什么呢？因为它们是漂亮，它是一个形容词，衣服它是一个名词。形容词和名词中间要用什么的呢？对，白少的。同学们答对了吗？我们来看第二道题。开心的笑，开心的笑，这里要用什么的呢？对，涂也的。开心的笑，笑，怎么样的笑？开心的笑。笑деген жетістік күлу, қалай күледі? Қуанып тұрып күледі. сондықтан бұл жерде біздер ту едіні қолданамыз. 最后一道题，打扫的干净。我们这里要用什么样的的呢？打扫是什么？打扫是动词，动词会要加什么？肯定是双人旁的的。同学们，你们都答对了吗？这些是我们今天所学的用法，你们还没忘记了吗？我们来复习一下。白少的后面要加名词，涂页的后面要加动词，双人旁的的前面要放动词。бүгінгі өткен д-ны грамматика ережелерін қайталап өтсек. Бай шаудының артына зат есім қосамыз, ту едінің артына етістік, шуанын паңдадының алдына етістік келеді. 同学们学到这里，是不是对这三个的有了更进一步的认识呢？课后大家还要多多练习，这是你们的家庭作业。құрметті студенттер, бүгінгі өткен сабағымыз д-ның грамматика ережелерін түсіндіру барысында сіздерге үлкен көмегі тиді деген үміттемін. Бұл сіздердің үй жұмыстарыңыз, үйден қарап қайталап келеміз. 今天的课就上到这里，再见。